Салам құрметті достар, сіздермен бірге денсаулық үшін каналы. Бүгінгі дәл қазіргі видеода мен қымбатты көрерменнің сұрағы бойынша, яғни осы видеоны түсіретін боламын. Құрметті Дәуренбек мырзаның, Сарқытбек Дәуренбек мырзаның сұрағы бойынша осы видеоны түсіріп отырмын. Яғни ол кісі сұрақ қойды: таңертең тұрған кезде менің мойным ауырып қалады, дұрыс жатпай қалғаннан дейді. Осы мойын ауырғанға керемет арнайы жаттығуларды көрсететін боламын. Мойын ауырғанға, остеохондроз, яғни тұз жиналуға, алдын алуға арналған жаттығулар, ауырған кезде де жасауға болатын жаттығуларды көрсететін боламын. Алдағы уақытта менімен бірге мені видеоларымызды көргіңіз келсе, егер әлі тіркелмеген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп алыңыз және қоңырау шанын да басып қойыңыз. Алдағы уақытта видеоларды бірінші болып көретін боласыз. Ал енді жаттығуға кірісетін болсақ, бірінші мойныңызды созасыз. Созу жаттығуы. Осылай мойныңызды, осылай, сосын қолыңызды былай аласыз. Қолыңызды былай. Мына қолды мына қол ұстап тұрасыз. Мына мойын, осылай мойынға қарай қай жағына қисайып тұр, солай. Екі жаққа 5-5 минуттан. Екінші жаттығу уқалау. Бірінші бір жақ қолмен, екінші екі жақ қолмен былай уқалайсыз 5 минут бойы. Үшінші жаттығу ол былай. Былай аласыз қолыңызды. Былай істеуіңізге де болады, былай. Екінші жақ былай. Қолыңызды осылай алып. Сосын екі қатар бірге. Уқалғанда да осылай қатарына. Осылай үшінші жаттығу. Жайменде. Жаймендеп айналдырып аласыз. Төртінші. Осылай жасап аласыз. Мойын ауырғанда, яғни таңертең тұрған кезде мойныңызбен, бір жақ мойныңызбен жатып қалған кезде, ауырып қалған кезде жасалатын жаттығулар. Остеохондрозды алдын аласыз және бір ескерту бар. Мойныңызда жарақатыңыз болса, мойныңыз қатты ауырып кетіп, яғни қисайып кеткен жарақатыңыз, тағы басқа жарақаттарыңыз болса, дәрігерден кеңес сұраңыз бірінші. Содан кейін барып жасауыңызға болады. Егер дәрігеріңіз рұқсат берсе, жасауға болады. Достар, видеом ұнаса, лайк басып, комментарияға жазып, және тіркеліп кетіңіздер каналыма. Егер әлі тіркелмесеңіздер, және қоңырау шанын бірге басып кетіңіздер. Өйткені қоңырау шанын бассаңыз, менің видеомды бірінші болып көретін боласыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, бай қуатты болыңыздар. Қазақ елі аман болсын, сау болыңыздар. Пока-пока.